Ерлі зайыптылар кішкентай қызымен шетелде қыдырып жүреді. Сол жерде виллаға келген кезде осы бір кісі көздеріне қатты түседі. Ол сондай ашық жарқын, общительный адам болады. Үнемі көзіне түсе береді, бірақ таныс болмайды. Бір күні қызы өзінің сүйікті ойыншығын жоғалтып алады. Оны әкесі тауып алып келгенше әлгі кісілер әйелімен және қызымен сөйлесіп тұр екен. Барлығы бірге жиналып танысады. Олар қыздарын таныстырады және олар ұлдарын таныстырады. Ал ұлдары өте сөйлемейтін, сондай бір момын бала екен. Бірақ оның шын мәнінде неге олай тұрғанын бұл кісілер әзірге білмейді. Кафеде бас қосып бірге тамақтанады, өте жақын танысады. Бір күн олар кетіп қалады және де осы кісілерге суреттің астына біздің де үйге келіңіздер деп айтады. Оны бұлар достарымен ақылға салған кезде онда тұрған не бар, шетелде де досың болған жақсы дейді. Сосын кейін бұл кісілер теңізден өтіп осы кісілердің үйіне барады қонаққа. Олар өте жақсы қарсы алады және де көңілді отырыстар көп болады. Bir кезде күйеу далаға шығып қоқысты тастар кезде бір ерекше сарайды көреді. Сарайшық есік алдағы. Оның ішіне кірейін деп жатқан кезде кішкентай ұлы келіп қалып аузын ашады. Аузын ашқанда бұл баланың тілі жоқ болып шығады. Сондықтан ол сөйлемейді екен. Бұл кісілер ерлі-зайыптыларды ресторанға шақырады, бірақ соңында счетты өздері төлемейді және де осы кісілердің көздерінше сүйіседі. Bir күні қыздарын жоғалтып алады түнде. Орнында жоқ болады, бірақ барып қарағанда әлгі мас кісілер орталарына жатқызып қойған екен. Оны шошып көрген анасы таң қалып, кетеміз деп күйеуіне айтады. Сонымен қатар жолда кетіп бара жатқанда әлгі қыздарының кішкентай сүйікті ойыншықтар қылып кеткен екен. Соған қайта бұрыла сол кісілердің үйіне барады. Алайда ол ойыншығы көліктің ішінде жатқан екен. Енді күйеуін шақыру үшін әйелі кіреді, бірақ ол кісілер қайтадан алып қалады. Күйеуі өзінің шын мәнінде іштей бір әлсіз еркек екенін бір сырын айтып көрсетіп қояды. Сонымен екеуі қайтадан дос болады, алыс-жаққа барып айқайлайды, бірге ас дайындайды, бірақ әлгі сарайшыққа қайтадан кіреді күйеуі. Онда көптеген адамдардың суреттерін көреді, әсіресе ерлі-зайыптылар қыздары бар, кішкентай қыздары бар. Сол және де чемодандарды көреді. Дәл сол күні кішкентай балалары жылай береді, бірақ әкесі аузыңды жап деймін деп, одан кейін сол кішкентай баланың үні шықпай қалады. Ал шын мәнінде ол ұлдарын өлтіріп тастаған. Соны көріп қойған күйеуі бірден үйге кіріп, әйеліне жинал деп айтып, қайтадан кетпекші болады. Жолда бензин құяды, бірақ бір көлік аңди бергеннен кейін бұл кісілер басқа жолға кіріп кетеді, сол жақта тұрып қалады. Өкінішке орай ар жақтан бір жарық жанып тұрған үйге келіп, шарбағынан секіріп барған кезде ол үйде ешкім болмайды. Өкінішке орай, бірақ қайтада келген кезде көлікте не әйелі жоқ, не қызы жоқ. Оларды іздейді, бірақ ешқандай табылмайды. Жолдың бойында тұрған кезде әлгі осыны аңдып жүрген көлік жақындай бастайды. Яғни бұл көлік әлгі шақырған досының көлігі болып шығады. Сол көліктің ішінде өзінің әйелі отырады, оның ешқандай ойында жаман ой жоқ, керісінше рахмет айтып отырады. Сіз менің әйелім мен қызымды жіберіңізші, біз жай ғана үйге қайтқымыз келеді деп жылайды. Жай ғана көлікке отыр, менің дегенімді жаса дейді. Сөйтіп көліктен шығып, фараны жақып қойып, алдына кіші дәретке отырады. Әлгі еркек барлығын әдейі жасайды. Шын мәнінде әйелі мүлдем түсініп отқан жоқ, бірақ қызмен қорқамын деген сайын аузыңды жап, сөйлеме деген секілді сондай қатал сөздер айтатын болады. Басында оған әйелі онша мән бермейді, бірақ тоқтап бір көлік фарасын жағады. Бұлар таң қалады, бұл кім деп сұрайды, бірақ ешкім жауап бермейді. Қыздары өте қатты жылай береді, мен қорқамын деген секілді оған еркек ұрсады. Бірақ оған әкесі жақтасқанда осы ұрып жібереді. Артында отырған әйелі қызға тисе береді, қызыңды жібер, қызыңды бер деп, бірақ әлгі еркекті шақырады көшедегі. Ол тұрады, қызды анасынан тартып алады. Ешқандай қорғай алмаған әкесі күйініп өте ауыр соққылар алатын болады. Әлгі қыздың тілін ұстап алып, оны қырқып жібереді. Сонымен қатар қызды алып, оны басқа көлікке салып алып кетеді. Шырылдаған атана сол көліктің ішінде қалады. Олардың келесі тағдыры қалай өрбитіні өте қорқынышты. Оларды бір
жерге алып келеді және де толықтай шешініңдер деп айтады да жардан төмен қарай түсіреді. Жаурап тұрған екі ерлі зайыпты таңғалып тұрады және де олардың барарға қашарға жері болмайды. Екеуі қандай бәлеге тап болдық деп бір-бірін құшақтап жылап тұрғанда әйелінің басынан таспен ұрып жібереді және еркекті де таспен ұрады. Әлгі екі хайуан үлкен тастарды алып ерлі зайыптыларға лақтырады. Ешқашан жақын таныс емес адамдардың үйіне кірмеңіздер. Фильмнің аты «Никому не говори», 2022 жылы Гуглдан іздесеңіздер болады.